Бәріне сәлем. Сізбен бірге заңгер Таир Насханов. Мен бизнесті қорғауға маманданамын. Бүгінгі бейне ролик қаламыздың бей-берекет дамуына арналады. Лайк басып, YouTube каналыма жазылыңыз. Мен өз қаламды өте жақсы көремін. Бүкіл өмірім Алматыда өтті. Әлі де бақшадан тасбақалар мен кірпілерді тауып алатыным. Арықтарда мөлдір су ағып жатқан есімде. Біз ол кезде Шевченкодан төменірек 8-ші сызығында тұрдық. Бірақ жылдар өте келе бәрі өзгерді. Таза ауамен тыныс алу үшін қазір қаладан шығу немесе тауға көтерілу керек. Орталықтағы әдемі ескі үйлер сүріліп, орнына бет бейнесі жансыз бизнес орталықтар соғылды. Қаланың беделді аймағындағы жер учаскесі бас айналдырыларлық сомаларды құрайды. Кеңес заманын қалағанынша сынай аласыз, бірақ ол кезде де жақсы жақтары да болды. Бұл қала құрылысының бас жоспарының болуы, ол қарастырылып, соған сәйкес ғана құрылыс жүргізілді. Мәселен, Алматыны дамытудың сол кездегі бас жоспарының авторлары үйлер сейсмикалық жағдайды ескере отырып жобалануы керек екенін түсінген. Қазіргі уақытта мұндай жалпы жоспардың қағида түрінде бар жоғы анық емес. Ал егер жоспар бар болса да, онда еш қиындықсыз оған өзгертулер енгізілуде, ешқандай комиссия құрмай және қағида бойынша бекітусіз енгізуде мына қағидаға сүйенеді. Кім көбірек төлесе, сол құрылысты жүргізеді. Соның салдарынан сұраныстан туындаған сыбайлас жемқорлық бір кездері қаламыздың асыл келбетін бұзды. Сондай-ақ ретсіз даму орталықта көлік қоятын орындар қалмауына да әкеледі. Тұрғындар өз аулаларының шлагбаумдармен қоршайды. Ал жаңа тұрғын үй кешендерінде көлік тұрақты тек қомақты ақша төлегендерге ғана арналған. Қала билігінің саясат әлеуметтік қайшылықтарға алып келетін ақиқат. Мәселен, жуырда 5 қабатты үйдің тұрғындары тұрғын үй кешенінің салушылардың кәдімгі көлік қоятын орындарынан айырғанына наразы болып, көшені жауып тұрғын үй кешенінің автотұрағын пайдалануға рұқсат бермеген. Бұл жанжалды жағдайының нәтижесінде адам өлімімен көрінетін нағыз трагедия болды. Бір адам қайтыс болды, екіншісі жазаланады. Қақтығыстың себебі де түсінікті. Бұған кім жауап беретін болады? Сізбен адвокат Таир Насханов болды. Менің маманданатын салам бизнесті қорғау. Бизнес немесе жаппай құрылыс туралы сұрақтарыңыз болса, түсіндірмеге жазыңыз. Мен жауап беруге тырысамын. Лайк басып, каналыма жазылып, достарыңызбен бөлісіңіз.